Ақша мен арман. Бір жігіт өз өмірінің сондай қиындап кеткені мен кедейлігі жайында ойланып көшеде келе жатады. Бір кезде көзі табан астында жатқан 100 теңгелік тиынға түседі. Лас балшықтан қарайып қалған тиынды алып әмиянына салып жатып, 100 теңге де ақша ғой деп күбірлейді де ары қарай кете барады. Жолда келе жатып қиялына ерік береді. 10 мың теңге тауып алғанымда ғой, әке-шешеме сыйлық жасап қуантар едім деп ойлағаны сол еді. Әмиянның ауырлағанын сезеді. Қараса, ішінде жап-жаңа 10 мың теңгелік жатыр екен. Қуанып кеткен ол: «Мәссаған, 100 мың теңге деп армандағанымда дұрыс болар еді. Орындалар ма еді? 100 мыңға әкеме пальто, анама тон әперер едім-ау», деген жігіт шыдамай күбірлеп айтып қалады. Сол-ақ екен, әмияны тағы ауырлай түседі. «Охо, тұп-тура 100 мың теңге», дейді ол шықырлаған ақшаны санап шығып, орнына қайта салып тұрып: «1 миллион дегенімде болар еді-ау, бірден үйленіп алар едім, бала шағалы болып отырар едім». Қалтасы тағы ауырлайды. Әмиянына симай жатқан ақшаны көріп, оған сенімділік пен қайсарлық бітеді. Басын тік ұстап тұрып, ақыры армандаған соң 10 миллион дегенім дұрыс шығар. Үйленіп, өз алдыма баспана сатып алсам, әке-шешемнің баспанасы бар, өздері тұра береді. Немерелерін апарып көрсетіп тұрамын ғой. Бірге тұрсақ, келіншегім мен анамның сөзі жараспай қалса, басыма бәле тілегенше бөлек тұрғаным дұрыс». Сол кезде жігіттің қалтасы бірден жеңілдеп сала беріпті. Тағы да ақша күткен ол, жалма-жан әмиянын ашып қараса, ең бірінші тауып алған 100 теңгесі әмиян түбінде жалғыздан-жалғыз кір-кір болып жатыр екен. Құрметті оқырмандар, бұл ғибратты әңгімемді соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмыт қалдырмаңыздар.